Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Есепті шығар. Абайдың қара сөздері 184 беттен тұрады. Егер 12 күнде 4 беттен оқылған болса, оқылмаған қанша бет қалады? Есеп не туралы? Абайдың қара сөздері туралы. Есепте не белгілі? Ол 184 беттен тұратыны белгілі, және 12 күнде 4 беттен оқитын болсақ дейді. Яғни есепте нені табу керек? Бізге шарт қойып отыр. Егерде 12 күнде 4 беттен оқитын болсақ, оқылмаған қанша бет қалады дейді. Соны табу керек. Есептің шартын жазайық. 184 бет. Ең бірінші 12 күнде 4 беттен оқыса, ол қанша бет болады? Соны тауып алайық. 12-ні 4-ке көбейтеміз. 48 болады, Сонда 12 күнде 4 беттен оқып отыратын болса, бар жоғы 48 бет оқиды екен. Енді бізде барлығы 184, оқылмаған тағы қанша бет қалады? Онда 184-тен 48-ді азайтамыз. Сонда 136 бет. Оқылмаған 136 бет болады екен. Жауабына жазамыз. Оқылмаған 136 бет қалады. Есепті шығар. Балаларға арналған 2 кітапқа 600 теңге төленді. Осындай 3 кітапқа қанша теңге төлеу қажет? 2 кітапқа 600 теңге төлейміз, есептің шартын жазалайық. 2 кітапқа 600 теңге береміз. Ал осындай 3 кітапқа қанша береміз дейді. Яғни қанша теңге төлеуге қажет. Енді бұл жерде бізде 2 кітап деген саны, бұл 600 теңге деген бізде құны. Бізге нені табу керек? Бағасын табу керек. Біріншіден, ең бірінші бағасын табамыз. Екінші 3 кітаптың құнын табамыз. Бағасын қалай табамыз? Құнын санға бөлеміз. Ал құнын қалай табамыз? Бағасын санға көбейтеміз. Енді 2 кітап 600 теңге тұратын болса, 1 кітаптың бағасын қалай табамыз? 600-ді 2-ке бөлеміз. Сонда 300 теңге. Сонда 1 кітап бізде 300 теңге тұрады екен. Демек 3 кітапқа қанша төлейміз? Оны табу үшін 300-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 900 теңге. Сонда жауабына жазамыз. 3 кітапқа 900 теңге төлеу қажет деп жазамыз. Өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Біз сөз есептерді талдаған кезде 3 сұрақты қоямыз дедік. Бірінші ол есеп не туралы, екінші есепте не белгілі, және есепте нені табу керек. Яғни осы 3 сұраққа жауап беруіміз керек. Енді бірінші есеп құрастыру үшін бірінші сұрақ бізде есеп не туралы. Бірінші бізде әні қарастырайық. Есеп не туралы болсын? Мысалға, есеп жаңағы алдыңғы есептегі сияқты кітап туралы болсын. Яғни жазып қояйық. Есеп бізде кітап туралы. Кітап оқу туралы. Екінші сұрақ. Есепте не белгілі? Енді біз немеге қараймыз? Мына өрнекке қараймыз. Біздің өрнегіміз неше амалмен орындалған? 2 амалмен. Бірінші көбейту, содан кейін азайту. Яғни, демек, бізде не белгілі болсын? Мысалға, бала дейік, 3 күн бойы кітапты 32 беттен оқыды дейік. Және бізге тағы не белгілі? Мына кітапта барлығы 500 бет. Бізде кітабымызда барлығы 500 бет бар еді. Оқушы оны 3 күн бойы 32 беттен оқыды. Бұл бізге белгілі. Енді үшінші сұрақ. Есепте нені табу керек? Нені табу керек бізде? Әлі қанша бет оқу керек? Соны табу керек. Яғни қалды
неше бет деген сияқты әлі оқу керек. Енді есептің шартын жазайық. Есеп не туралы дедік? Кітап туралы дедік. Бізде яғни оқыды 3 күн бойы 32 беттен. Қалды әлі оқу керек бізде белгісіз. Ал барлығы бізде кітапта 500 бет. Енді осы өрнек арқылы, яғни біз шешу бірінші не істейміз? 3 күнде барлық қанша бет оққан тауып аламыз. Яғни 32-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда болады 96. Яғни 3 күнде 96 бет оққан. Бізде барлығы 500 бет бар. 500-ден 96-ны азайтамыз. Сонда болады 404 бет. Қалды әлі оқу керек 404. Яғни мына екі амалды біз мына бір өрнекпен яғни жаза аламыз. Сонда жауабына жазамыз. Бізге нені табу керек еді? 404 оқылмаған бет қалды. Осылай есепті құрастырамыз. Мына екіншісімен дәл осылай құрастырып көріңдер. Амалдардың орындалу ретін анықта, оларды баған түрінде жаз және есепте. Біздің өрнегімізде жақша жоқ, сондықтан бізде ең бірінші көбейту орындалады. Содан кейін ретімен тұрған, яғни азайту орындалады, одан кейін бар қосу орындалады. Бірінші көбейтуді орындайық, яғни 103-ті 2-ге көбейтеміз. Бірліктерден бастап көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтем 6, 2-ні 0-ге көбейтем 0, 2-ні 1-ге көбейтем 2. 206 болады. Екінші амал 900-ден және көбейтуден шыққан мәнді азайтам. Яғни бірінші амалды азайтам. Яғни 206-ны. 0-ден 6-ны алмайым, 0-ден сұрай алмайым, сондықтан 9-дан сұраймыз. Мұнда 9, мұнда 10 болады. 10-нан 6-ны азайтсам 4, 9-дан 0-ді азайтсам 9, мұнда 9 емес 8, 8-ден 2-ні азайтсам 6. Сонда 694. Үшінші амал 694-ке қосамыз 170-ті. 4-ке 0 қосам 4, 9-ға 7-ні қосам 16, 6-сын жазам бір ойда. 6-ға 1-ді қосам 7, ойымда мен 8. Сонда өрнегіміздің жауабы 864. Бірінші көбейтуді орындаймыз, содан кейін қосуды орындаймыз. Бірінші бізде 121-ді 4-ке көбейту. 4-ті 1-ге көбейтем 4, 4-ті 2-ге көбейтем 8, 4-ті 1-ге көбейтем 4. Екінші амал қосу амал, яғни 484-ке 298-ті қосамыз. 4-ке 8 қосам 12, 2-сін жазам бір ойда. 8-ге 9 қосам 17, ойымда мен 18, 8-сін жазам бір ойда. 4-ті 2-ге қосам 6, ойымда мен 7, сонда 782. Бірінші амал бізде көбейту амалы, содан кейін қосу, содан кейін азайту. Өйткені қосу бірінші тұр, сондықтан бірінші қосуды орындаймыз. Бірінші амал 221-ді 2-ге көбейтеміз. 2-ні 1-ге көбейтем 2, 2-ні 2-ге көбейтем 4, 2-ні 2-ге көбейтем 4. Екінші амал 210 қосылған 442. 0-ге 2-ні қосам 2, 1-ге 4-ті қосам 5, 2-ні 4-ге қосам 6. Үшінші амал азайту. 652 алынған 303. 2-ден 3-ті алмайым, сондықтан 5-тен 1 сұраймыз. Мұнда 12 болады. 12-ден 3-ті азайтсам 9. Мұнда 4 қалып, 4-тен 0-ді алсам 4, 6-дан 3-ті азайтсам 3. Сонда 349 болады. Бірінші амал көбейту, екінші қосу. Көбейтуді орындайық. 331 көбейтілген 2. 2-ні 1-ге көбейтем 2, 2-ні 3-ге көбейтем 6, 2-ні 3-ге көбейтем 6, 662. Екінші амал 120 қосылған 662. 0-ге 2-ні қосам 2, 2-ні 6-ға қосам 8, 1-ге 6-ны қосам 7. Сонда 782.
Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте, яғни бізде 2 центнер 60 килограммды килограммға айналдыру керек. Ол үшін не істейміз? 1 центнерде қанша килограмм бар екен есімізге түсіріп аламыз. 1 центнерде бізде 100 килограмм бар. Демек, енді 2 центнерім деген ол 2-ні 100-ге көбейтеміз деген сөз. Сосын оған 60-ты қосамыз. Сонда қанша болады? 260 килограмм болады, Мұнда 2 центнер, яғни 2 центнерді 100-ге көбейтемізде 6 килограммды қосамыз. Сонда 206 килограмм болады. Керісінше 520 килограммды центнерге айналдырамыз. Яғни демек, керісінше біз не істейміз? Яғни 520 дегеніміз ол 500 бен 20-ның қосындысы. Енді килограммды центнерге аудару үшін біз 100-ге бөлеміз. Яғни 500-ді 100-ге бөлеміз. 5 және 20 килограмм. Сонда жазамыз 5 центнер және 20 килограмм. Дециметрді метрге айналдырамыз. Яғни 1 метрім ол бізде 100 сантиметр, және 10 дециметр. Демек, енді дециметрді метрге айналдыру үшін біз не істейміз? 10-ға бөлеміз. Яғни 98 дегеніміз ол 90 мен 8-дің қосындысы, яғни 90-ды 10-ға бөлеміз. Сонда 9 болады. Сонда 9 метр және 8 дециметр болады. Өйткені 8 бізде ол 1 таңбалы сан болып тұр, 90 2 таңбалы сан, яғни 10-ға бөлінеді. Біз 8-ді 10-ға бөле алмаймыз ғой. Сондықтан 90-ды бөлдік. 2 сағат 2 минут. Яғни 1 сағатта бізде 60 минут бар. Енді 2 сағатты не істейміз? 2-ні 6-ға көбейтемізде 2 минутты қосамыз. 2-ні 60-ға өтсек 120, 120-ға 2-ні қоссақ, сонда 122 болады. Мұнда 3-ті 60-қа көбейтемізде 4 минутты қосамыз. 3 жерде 6 18, 0 бар, 180. 180-ге 4-ті қоссақ, сонда 184 минут болады. Бірінші суретке мұқият қара. Екінші суреттегі таразының бос табағына қанша алмұрт салу қажет? Яғни бірінші таразыда бізде 4 алма және 1 алмұрт бар, Яғни бұл жерде ал екі жағы, осы таразының екі жағы тең болып тұр. Бірақ екінші таразыда бізде 2 алмұрт және 2 алма. Демек, бізге нені анықтау керек? Мына 1 алмұрт қанша алмаға тең екенін табу керек. Енді бізде бастапқыда 4 алма болды. Мына таразының екінші жағында 2 алма және тағы 1 алмұрт қосылды. Демек, біздің 1 алмұртымыз, 1 алмұрт 2 алмаға тең болып тұр. Сонда олардың таразының екі жағы тең болып тұр. Енді бізге мына жаққа қанша алмұрт қою керек? Бізде мұнда 3, мұнда 3 алма, демек барлығы 6 алма бар, Енді бізде 1 алмұрт 2 алмаға тең болатын болса, 6-ны 2-ге бөлеміз, сонда 3 шығады. Сонда бұл жерге біз 3 алмұрт қоюымыз керек екен. Сонда таразымыздың екі жағы да тең болады.